Құрметті ұстаздар, сіздермен біз қазір Шығай платформасындағы Шырақ тапқыр бөліміне таныстырылым жүргізетін боламыз. Ең алдымен Шырақ тапқыр қайда орналасқан және ол не? Шырақ тапқыр дегеніміз біздерде платформада ойналатын, тікелей платформалар арқылы ойналатын ойын. Бұл біздерде Kahoot сияқты платформаға ұқсас, бірақ та қазақша өзі сұрақтарды дайындап бере алатын платформа. Және де бір артықшылығы, бұл Шырақ тапқырда сіздер сұрақтарды, ойындарды шексіз жасау мүмкіндіктеріне ие бола аласыздар. Шырақ тапқырға Шырағай платформасына кірген кезде сол жақ бөлімде қолдаудың астында Шырақ тапқыр деп тұрады. Соған өтеміз. Одан кейін өзіңіз жаңадан тапсырма ойын жасатын болсаңыз, мұғалімдерге сынақ жасау немесе өткізу үшін осында кіріңіз дейді. Осы көк батырманың үстін басатын боламыз. Одан кейін логин пароліңізді қайтадан растап шығасыз. Содан кейін мәзірге өтесіз. Сынақ генерациясы деген басасыз. Сынақтың тақырыбы, яғни ойынның тақырыбын жазасыз. Бұл жерге мысал ретінде мен сын есімнің мағыналық түрлері деп жаза салайын. Сын есімнің мағыналық түрлері. Қосымша нұсқаулық қажет пе, қажет емес пе? Сізде мысалға мәтін болуы мүмкін. Мектепте, әдетте кітапта белгілі бір тақырыпқа сай мәтін болады. Сол мәтінді қосымша нұсқаулыққа салсаңыз, сол мәтін бойынша бірден сізге тапсырмаларыңызды құрастырып беретін болады. Демек, тесттің сұрақтарын сол мәтін бойынша құрастырып береді деген сөз. Енді сыныбын жазамыз, кез келген сыныпты таңдай салайық. Одан кейін біздерде бір ерекшелігі оңай, орташа, қиын. Егер қиын сұрақтар керек болатын болса, қиын, орташа, оңай таңдайсыз. Мен орташасын таңдайын. Сұрақ санын мысалға 9 деп таңдайын. Одан кейін мына жерден міндетті түрде пәніңізді таңдайсыз. Одан кейін сынақ жасауды басасыз. Сынақ жасауды басқаннан кейін сізге өзі сұрақтар құрастырып жатыр. Сұрақтар жасалып жатыр, күте тұрыңыз деп жазылып тұрады. Сол кезде сіздер интернет желісін айырмай, міндетті түрде бұл бетті жаппай күтуіңіз керек. Міне. Сын есімнің қай мағыналық түрі заттың түр-түсін білдіреді. Сапалық сын есім. Осылай барлық біздерге 9-ын жасап берген. Сынақтар тізіміне қосу деген батырманы басамыз. Сынақтар тізіміне қайту деген батырманы басамыз. Міне, осы жаңа біздің жасаған ойынымыз осы жерде тұр. Одан кейін біздерде осыны ойнататын болсақ, бастауды басамыз. Сосын оқушылар өздерінің смартфондарымен мына QR кодты сканерлейді. Камерасын сканерлейді, сосын бірден өздерінің аттарын жазып, ойындарға қосылатын болады. Одан кейін сіз бастау батырмасын басып, ойынды бастай бересіз. Осылайша біздерде ойын басталады. Қатыстық сын есім, жалпылық сын есім, осын сіз таңдай алмайсыз, ұстаз, бірақ оқушылар таңдайды. Сіз келесі деп ауыстырып тұрсаңыз болады. Ең соңында біздерде осы ойынның нәтижесі шығатын болады. Аяқтауды басасыз. Міне, осылайша Шырақ тапқыр бөліміне таныстырылым бейнематериалы аяқталды. Назарларыңызға рахмет.